Сәлем көрермендер. Бүгін біз чечевицадан немесе жасымықтан сорпа жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз тауықты қайнатып алатын боламыз және тұзын саламыз үстіне. Бізге керек заттар: бір үлкен сәбіз, бір жуа, 3 орташа картошка керек болады. Бұлардың барлығын кесіп, алдын ала дайындап алатын боламын. Жуамызды уақыттап кесіп, сәбізімізді үкіштен өткізетін боламыз. Осы екеуін бөлек табада қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жуамызды және сәбізімізді салып қуырып алатын боламыз. Алдын ала жуып тазаланып тұрған картоптарымызды көбіктеп турап, оны да сорпаның үстіне салатын боламыз. Қуырылып дайын болған сәбізіміз бен жуамызды да сорпаның үстіне салып, барлығын бірге қайнататын боламыз. Мен бұл жерде 2 кесе чечевица алдым және жуып тазалап, оны да сорпаның үстіне салатын боламын. Егер сорпаның тұзы аз болатын болса, татымына қарай тұзын саламыз. Және де үстіне чеснок саламыз. Чеснокты өз қалауларыңыз бойынша салсаңыз да болады, салмасаңыздар да болады. Дайын болған тауық еттерін сорпамыздан шығарып алатын боламыз. Және де дайын болған сорпамыздан кремовый сорпа істейтін боламыз. Оны блендердің көмегімен істейміз. Барлығы бейнеде көрсетілген. Егер блендер жоқ болатын болса, сорпаны дәл осы күйінде де ішсеңіздер де болады. Қазір барлығы бейнеде толық көрсетіледі. Осымен чечевица сорпамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.